Ассалаумағалейкум достар. Осы аптада футболдан Қазақстан премьер-лигасы басталады. Көптен күткен өзіміздің футбол. Өзіміздің футболға жетпейді ғой. Өзіміздің футболды өзіміз түсінеміз. Өзіміздікі өндірістікі қашанда қызық. Ендеше бірінші тур қандай қызықты ойындар бар? Кім жеңіске жетуі мүмкін? Қайсысы дайын, қайсысы дайын емес? КПЛ-ға алғашқы жаңа жылдағы маусымдағы шығарылымызды арнаймыз. Ендеше КПЛ біз бастайық. Ерспорт YouTube арнасына тіркеліп, лайктарыңызды басқа комментарий жазыңыздар. Ерспорт, ерсін ерікпен. Кеттік. Бұл ерспорт, ерсін ерікпен. Бұл ерспорт сіздермен бірге. Ерспорт YouTube арнасындағы барлық шығарылым Фон Тим достарымыздың көмегімен жүзеге асырылады. Ендеше Фон Тимнің әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліп алыңыздар. Міне қылышын сүйретіп 8 наурызда кеп қалды. Ал біз оған дейін 7 наурыз КПЛ-дің алғашқы тур ойындарын көреміз. Андай сыйлық бола ма екен? Жан, мен 8 наурызға үлкен сыйлық болсын, Қайрат пен Ақтөбе матчына билет алып берші, сол үлкен сыйлық дейтіндер бар ма екен? Ондай қыздар жоқ па футболға? 8 наурыз күні футбол көретін жігітімен футбол көретіндер бар ма екен? Бар болса, молодец олар. 7 наурыз дайындық, жігіттер ойбай гүлді қайдан алсам, сыйлық қайдан алсам, жүгіріп шапқылап жүреді. Қыздарыңызға не сыйлап жатсыздар? Жазып кетіңіздер, қай жерде скидка болып жатыр, жазып кетіңіздер, комментарийді сәл базар қылып жіберіңіздер. Қолдың майы бар 3 килограмм деген емес, гүл, сыйлық дегендерді бір-біріңізге совет беріп отырыңыздар. Сонда ол да бір жақсы болады. Бұл тур Оқжетпес және Елімай деген екі команда арасындағы ойыннан басталады. Биыл енді Оқжетпес командасы білмеймін маусымды қалай өткізетінін. Көкшетауда былтыр өте жақсы ойындар болды. Көкшетаулық командадан Жұмат, Марат, Дамир, Арсен Ашырбек сияқты өте керемет ойыншылар ойнады. Қайрат Нұрдәулетов бапкер болды. Және КПЛ-да сенім түрде қалды. Енді биыл аталған ойыншылардың бәрі команда ауыстырды. Сондықтан да Оқжетпес енді дәл қазір бірінші турда Елімайды жеңеді дегенге сені өте қиын болып тұр. Бұл матч қайда өтеді? Бұл кездесу Көкшетауда өтеді деп, міне Қазақстан КФФ Лиг сайты жазып қойған екен. Көкшетауда кіру тегін дейді. Және бұл жерде енді бір қызығы, Оқжетпес пен Елімайға дейін айтатын болсам, КФФ Лиг.kz деген сайт бар. Бұл осы лиганың сайты. Және бір қызығы, біз бұл маусымды бастауға дайынбыз ба деген сұрақ туындайды. Мысалы, сайтта толыққанды ақпараттар жоқ және командалардың құрамы жоқ. Міне бүгін жұма 6-7 команданың құрамы жоқ. Бұл қалай? Талап қайда? Сұраныс қайда? Неге оны тіркемейтін? Түсініксіз. Мен соны түсіне алмадым. Мені қарап, команда құрамымен осы сайт енді лига ұйымдастыратын негізгі сайт, осы сайтқа сенесің ғой, өйткені ресми сайт. Қарасаң, Оқжетпестің құрамы жоқ. Заявка жоқ, жалпы состав жоқ. Өте қызық жағдай. Енді кеше ғана КПЛ-ді кім түсіретін компания анықталды. Сол былтырғы Ақылбек Дошанов ағамыз биыл да түсіретін. Енді о кісіге де білмеймін, қиын шығар, өйткені 2-ақ күн қалған кезде сол кісіге сеніп тапсырып отыр. Ол камера, жол, адам, ресурс, оның бәрін табу керек. Әр қаладан оператор керек, режиссер керек. Ол бір ғана адам жұмыс емес, 15 шақты адам жұмыс істейді бір футболдың өзінде, кемінде. Камера бар, соның бәрін шешу енді қысыл-таяң сәт. Неге алдын ала шешпеді деген сұрақ мені мазалайды. Дайындық бір ай бұрын болу керек қой, бір ай бұрын дайындалу керек қой деп мен есептеймін өзім. Мен білмеймін, былтырғы тәжірибеге сүйеніп, биыл осы лига ойындарын жоғары сапада көрсетеді деген сенімдеміз. Былтыр жаман болған жоқ, алғашқы жыл түсірді. Биыл енді одан да жақсы нәтиже күтеміз біз жанкүйер ретінде. Биыл енді 16 команда қатысады. 16 команда әр турда 8 кездесуден орталық матч енді сөз жоқ, әр турда болатыны анық. Енді 16 команда арасында және биыл енді 8 ойын көп КПЛ-да, көп ойындар. Шама келгенше біз бірінші турдағы матчтарға тоқталамыз. Мен Оқжетпес Елімайдан бастап кеттім. Енді Елімай командасы осы трансферлік ауысым кезінде күшейді. Еврокубокке қатысады ғой. Командаға Дубан Паласио дейтін жартылай қорғаушы келді.
Национал командасынан, колумбиялық азамат, одан кейін Игор Габриэль, қорғаушы бразилиялық, Эдисон Андрека, қорғаушы албаниялық, бұл Албанияда үлкен тәжірибесі бар, чемпион болған қорғаушы, және Иван Миладинович, бұл Тобылдың ойыншысы, Владимир Стойкович дейді, және Хрвое Ильич, жартылай қорғаушы, Арсен Әшірбекті да қосамыз, бұл командаға келген. Енді бұл жерде легионерлерді мен бір ешқандай бір ноунеймдарды көріп тұрған жоқпын. Бәрінде соңғы клуб болған, соңғы клубта ойнап осы Елімайға келіп отыр. Паласиода, Габриэльді, жаңағы Андрекада біраз Елімайды жеңіске жетелейтін сияқты, өйткені құрам көп өзгерді. Мысалы Максим Коваль, Кевин Ролон, Самуэль Одейбо Алтайға кетіп қалған, Кенжебек кетті, білесіздер, және Немания Чаласанда кетіп қалды ғой дейміз командадан. Майкомды да Елімайға сапында көрмейміз. Сондықтан да бұл жерде енді толық құрам өзгерген. Бас бапкер Карпович биыл чемпиондыққа ұмтылады. Кубок ол өз алдына, және Еврокубокте топтық кезеңге, жалпы кезеңге таласуға тырысады. Енді бұл жерде Оқжетпестің құрамы жоқ, мен бірақта жоқ деп қарап отырмайсың. Оқжетпес командасы биыл кімге сенім артады. Бұл жерде енді бір көшбасшы ойыншыны нақты қазір айту қиын. Оралхан Өміртаев ойнайды шабуылда, Тоқтар Жаңылышбай ойнайды. Ринат Әлеуетов команданың бас бапкері. Биыл КПЛ-да қалу шығар. Оқжетпес бұл құраммен басты мақсат КПЛ-да қалу, барынша өз алаңында ұпай алу. Бірақ бірінші турда Елімайға қарсы ойында ұпай алады деп айту қиын. Негізі бірінші турға болжам айту оңай емес. Бірақ Елімайдың былтырғы маусымдағы ойыны бар, биылғы легионерлері бар. Құрам ертерек жасақталды. Сондықтан да 3 ұпайды сырт алаңда Елімай командасы алып кетеді деп ойлаймын. Екінші кездесу бұл Алтай мен Қайрат арасындағы матч. Енді бұл жерде анық фаворит Қайрат. Өткенде суперкубокта ойынын көрдіңіздер. 2 финляндиялық ойыншы, Оксанен Юкла, 2 финляндиялық азамат өте бір-бірін жақсы түсінеді екен. Және әлі біз ойынын көрмеген футболшылар бар. Ол Лукас Энрике да Силва дейді. Сондықтан да Қайрат биылғы маусымға дайын. Биылғы маусымда Қайрат тағы да чемпиондығын қорғап қалуға тырысып көретін сөзсіз. Чемпиондар лигасы бар оның алдында. Енді Оқжетпес Алтай командасы бұл бірінші лигадан келді, білесіздер. Командада тәжірибелі Сергей Хижниченко ойнайды. Бұрын ұлттық құраманың ойыншысы, Шахтермен Еврокубокке шыққан, Селтик қақпасына гол соққан өте тәжірибелі ойыншы. Сол жігіт шабуыл шебінде өнер көрсетеді. Одан бөлек бұл командада Елімай командасынан ауысып келген Одейбо бар, Дмитрий Шмидт өнер көрсетеді, және Елисей Горшунов дейтін жас тәжірибелі ойыншылар бар. Бірақ Алтайда енді бірінші лиганың командасы екен ескерейік. Команданың жартылай қорғанысын, шабуылын ескеретін болсақ, бұл жерде енді Драган Стойсавлевич деген бір ойыншы тіркелген. Нақты айту қиын. Бірақ мен Қайрат командасы 3 ұпай алады деп ойлаймын бірінші турда. Өйткені Алтай сияқты командадан, енді бірінші лигадан келген командадан 3 ұпай Қайрат ала алмаса, онда чемпиондыққа шанс жоқ деді емес, енді 50% азаяды деп айтсақ болатын шығар. Енді өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Ордабасы, жоқ, одан кейін үшінші матч бұл Ақтөбе Тобыл. Міне бұл енді сөзсіз осы турдың орталық ойыны. Тобыл Қазақстан супер кубогының егері. Бұл командада кімді айтсаңыз да енді жаңа легионерлер өте жақсы екенін көрсетті бізге. Луис Герра, Қайрат қақпасына гол соққан ойыншы. Дәурен Жұмат та, Дамир Марат та жақсы қосылды. Асхат Тағыберген бабын дегенін көрдік. Рубин Хибай бірінші супер кубокта өзін көрсете алмады, бірақ Урош Милованович, осы Хибай Тобылды біраз жеңіске сүйрейтін сияқты. Енді Ақтөбе сияқты команданың ойынын, Ақтөбенің ойынын ол сөз жоқ, жанкүйерлер асыға күтіп отыр. Ақтөбе алғашқы матчын Түркістанда өткізеді, яғни Түркістан аренада. Ал жағы Алтай Қайраттың матчы Алматыда өтеді. Алматыда ол кездесу Хан Тәңірі стадионда өтеді. Ал Ақтөбе Түркістан аренада өткізеді. Енді Ақтөбенің құрамын білесіздер, Заруцкий келді бұл командаға, Темірлан Ерланов бар. Бірақ бұл командада бір супер трансфер болды. Ол Нани емес мен үшін. Бұл Иван Ордец дейтін украиналық қорғаушы.
бұл Бохум сияқты Бохум командасында ойнаған, Бундеслига неміс футболын көрген азамат, өте тәжірибелі. Шахтер командасында ойнаған қорғаушы, кәдімгі ірі денелі бойшаң, нағыз біздің футболға керек қорғаушы. Бұл Ақтөбенің ғана емес, біздің КПЛ-дағы ең бір осы маусымдағы сәтті трансфер. Мен осы Иван Ордесті айтар едім. Және Ақтөбе орталық қорғаныс өте мықты болады. Бірақ Ақтөбеге қарсы бір сұрақ бар менде. Бұл сұрақ Ақтөбенің сол қапталында кім ойнайды? Ол Тимур Досмағамбетов. Әккі ойыншы, жас емес Тимур. Оқжетпестегі ойынын көрдіңіздер. Бірақ бір Тимур жалпы бүкіл КПЛ-де сол қапталда ойнай ала ма деген сұрақ туындайды. Негізгі құрамда ойнай ала ма деген сұрақ. Өйткені Бағдат Қайыров пен Таңжарықов оң қапталдың қорғаушылары, универсал сол қапталда ойнайды, бірақ негізі маусымға кірген кезде командада сол қапталдың қорғаушы болу керек деп ойлаймын. Чемпиондыққа амбициясы бар команда, бірақ бір Тимурды ғана мен мына жерде көріп отырмын. Ал басқа футболшылар енді бұл қапталда ойнай ала ма? Бәлкім легионерлердің ішінде бұл жақ сол қапталда ойнайтын тәжірибелі ойыншы бар шығар, оны уақыт келгенде көреміз. Бәрінің күтетіні Нанидің ойыны. Бірінші турда менің ойымша Нани ойнамайды. Өз алаңында адаптация, анау-мынау, кішкене біраз сызылып жүретін сияқты әлі де білмеймін енді. Бәлкім ойнаса да толық ойнай ма, жұмбақ болып тұр қазір. Оны бас бапкер шешеді. Жалпы құрамға Ақтөбе нашар құраммен кіріп жатқан жоқ. Даниэль Соса командада ең бастысы қалды бұл футболшы. Никита Корзун орталық алаңдағы ойыншы. Бұл команданың біраз жеңіске жетелейтін сөзсіз. Одан бөлек тағы да легионерлер бар. Мысалы, мына жерде Пабло Альварес Гарсия дейді, Аугустин Эммануэль Пасторица бар, Адриан Зелькович. Бұл жігіттердің ойынын көрмей қазір том піше алмаймыз. Сондықтан да бұл матчқа енді екі командада гол соғады деген әдем келетін сияқты. Түркістан арена, күн жылы, алаң сапасы жақсы, Ақтөбе, Тобыл бірінші ойындар. Сондықтан да екі команда өзара гол алмасуы мүмкін бұл матчта. Тобыл жеңеді деп те айтуға келмей, қиын, өйткені мен Ақтөбенің әлі ойынын көрген жоқпын, және легионерлерінің деңгейін көрген жоқпын, және өз алаңындағы ойын емес қой Ақтөбенің. Сондықтан да бұл жерде қолдау қалай болатынын да түсіне алмаймын. Бірақ бір білетінім, екі командада гол соғуы әбден мүмкін. Одан кейін Ордабасы командасы бұл 7 наурыз күнгі ең соңғы матч өз алаңында Ертісті қабылдайды. Ордабасы командасының жеке меншікке өткен клубтардың бірі. Ермұхамед Мәулен ағамыз қызметке барды сол жаққа. Бүгін журналистерді жинап клубтың таныстырылымы өтті. Енді Ермаш барғаннан кейін осылай жанкүйерлер мен клубтың арасында көпір болатын журналистерді осылай арнайы шақырып, жағдайларын жасап, клубты таныстырып, ашықтық болғаны бұл маған ұнады. Мен болған жоқпын ол жақта, бірақ әріптестерім барды. Сондықтан да осындай әрекетті клубтардың бәрі жасау керек. Журналистермен тығыз байланыста болса, онда көрермендермен де байланыс орнату оңай болады. Сол себептен енді Ордабасы маусымға кірер алдында Астананың ойыншысы Алекса Амановичті қосып алды. Бұл өте бір плюс трансфер, өте бір жақсы трансфер Ордабасы үшін. Алекса енді команданың бір лидері болмаса да, бірақ қорғаныс шебін жақсы ұстай алатын ойыншы. Және ол қорғаныста ойнайды, және опорник болып та ойнай береді. Қақпашы жағынан мәселе жоқ деп ойлаймын. Бекхан Шайзада және Қажымұқан Төлепберген. Қорғаныста мәселе бар бұл командада. Мен солай ойлаймын. Мысалы, жартылай қорғанысқа келсек, енді Ильхан Астанов бар, Вакулка, былтырғы құрамды сақтап қалған, Наумец бар, Халматов бар. Жартылай қорғаныс былтырғын сақтаған, шабуыл шебінде де аса өзгеріс жоқ. Бірақ толыққанды Ордабасы чемпион болатын құрам деп айта алмаймын, дәл мына құрамды. Өйткені қорғаныста Сергей Малый, бұл өзінің прайм кезеңі өтіп кеткен деп ойлаймын. Сергей Малыйдың жасы келді. Команданың негізгі қорғаушысы болады дегенге де сене алмаймын. Олар Жақсыбаев, енді биыл маусымға егер жақсы сәтті бастаса, жарақат болмаса, олар ойнап береді орталық қорғаныста. Және Никола Антич, Ги Марселин Килама кірді, бұл Камерун ұлттық құрамасында ойнаған футболшы. Бірақ 4 қорғаушымен ойнай ма, әлде 5 қорғаушымен ойнай ма? Вот вопрос, қайда жатыр? Егер 5 қорғаушымен ойнаса, 3 орталық қорғаушы, бұл жерде Антич, Килама, Жақсыбаев,
или малый қызық болып тұр, түсіну қиын. Бірақ дәл мына қорғаушылармен чемпион болу және Тобыл, Қайрат, Астана, Ақтөбе сияқты алпауыттарға қарсы ұпай алу меніңше қиын болады. Сондықтан да Килама ол жақсы трансферде шығар, оны ойында көрген жоқпыз әлі. Бірақ командаға қапталда ойнайтын қорғаушылар керек. Оң жақты Сұлтанбек Астанов өз жапқанымен сол қапталы керек, және тағы да бір орталық қорғаушы. Маусым ұзақ, 16 команда алдағы уақытта алады деп ойлаймын. Енді бүгін де айтқан екен команда басшысы, трансферлер болады әлі деп. Мүмкін сол трансферлердің қатарында біз қорғаушы көріп қалармыз. Жартылай қорғанысқа да мәселе бар. Жартылай қорғаныс, енді команданың жартылай қорғанысын айтсаң, мен саған команданың деңгейін айтам дегенде ғой. Команданың жартылай қорғанысы қандай? Команда солай ойнайды. Былтырғы маусыммен салыстыратын болсақ, жартылай қорғаныс шебіне тағы да усиление керек Ордабасы командасына. Дәл бұна құраммен алдына келгенді жыртып тастау ол өте қиын болады менің ойымша. Шабуыл шебінде бомбардир болатын ойыншыны, білмеймін, Эвертон бомбардир болмайды менің ойымша. Мүмкін Мағжан мен Біржан Тоқтыбайлар, енді олар да шабуыл шебінде қаншалық деңгейде ойнай алатын жаңа маусымды айту оңай емес. Жалпы еш нәрсе оңай емес айтуға бар ғой. Бірақ усиление әлі де Ордабасыға керек деп ойлаймын. Мен ана Усман Камараны аламыз дегенде қуанып қалғам, негізі Камара жақсы келеді, команданы сүйрейді деп. Сондай бір сүйрейтін шабуылдық ойыншы керек. Камара бірақ келмейтін болыпты. Қарсыласы Ертіс. Ертісте бірінші лигадан келді. Максим Федин ойнайды бұл командада. Бұл командада Самат Жарымбетов бар. Бұл командада Рамазан Кәрімов, ана Рамазан емес, басқа Рамазан. Мирас Тұрлыбек ойнайды. Бірақ енді Ертіс чемпионатқа ауысып келді. Мамаду Умбоч сияқты ойыншыны қосып алды. Бірақ қорғанысты баса күшейткен екен. Жартылай қорғаныста аса бір керемет усиление жоқ. Вячеслав Шевревқа мүмкін сенетін шығар. Бірақ Ертісте бұл ойында енді Ордабасын ұтып кетеді деп айту қиын болады. Менің ойымша осы ойын тең аяқталатын сияқты. Осы матч менің ойымша тең аяқталатын сияқты. Гол көп болады деп ойламаймын бұл матчта. Мен қателесетін шығармын, бірақ менің ойым осылай. Ордабасы Ертіс аса көп гол болады дегенге сене алмаймын. 8 наурызға келейік міне. 8 наурыз Қызылжар командасы Каспиймен ойнайды. Бұл матч қайда өтеді? Бұл матч Петропавлда Қарасай стадионда өтеді. Бүгін көрдім, стадион қар бар екен әлі, толық тазаланбаған, суықтау болады, -5 градус болады ғой деймін, ол күні. Команда құрамы, Қызылжардың құрамы КФФ лиг сайтында жоқ. Өте нашар бұндай көрсеткіш. Бір күн қалған кезде состав болмау деген ол білмеймін мен. Қалай маусымға өтініш жібермейді? Ол неге сайтқа тіркемейді? Каспий пысық, Каспийде пысықтар жұмыс істей ма мысалы? Каспий мысалы салып қойған, жіберіп қойған құрамын. Каспийдің құрамы мысалы биыл нашар емес. Леонель Струмияны қосып алды. Ақтөбенің бұрынғы ойыншысын қосып алды. Струмия командада болса, онда орталық алаң реттеледі деген сөз негізі түбінде. Біздің чемпионатта ойнап үйренген ойыншы. Шабуыл шебінде Зульфикаров және Густаво Франча дейді, бразилиялық. Енді бразилиялықтардың жаманы жоқ негізі, бәрі жақсы ойнайды. Әсіресе шабуылшылар, бірақ Густаво Франчаның біздің чемпионатқа қалай ойыны үйлеседі, үйлеспейді, оны да айта алмаймын. Қорғаныс шебінде әлі өзгерістер керек Каспий командасында. Қорғанысты екі португалиялық азамат жүр, Бернардо Моргадо дейді және Андре Амарал дейді. Қызық, жаңа есімдердің ойынын көрген қызық. Сондықтан да Каспий бұл ойында енді сырт алаңда мен ойымша 3 ұпай алады. Өйткені Қызылжар командасының құрамы жоқ деп мен шет бір ұтылады деп айтып отқан жоқпын. Құрамын білем. Сайтта жоқ болса да басқа жерлерде бар. Бұл команданың құрамы биыл мысалы Этьен Бугре дейтін шабуылшы келді. Этьен Бугрені Бордодан келген, бірақ ол қателеспесем бұл любитель ма, сондай бірдеңе ғой деймін. Мен точно қазір айту қиын болып тұрмаған. Тағы кімдер келді? Оноре Гомес дейді, Йоханнес Берталит дейді. Қысқасы нақты құрамды әлі жібермеген. Сондықтан да Қызылжарды командасы біз үшін сәл жұмбақтау. Жұмбақтас.
Милич Чурчич команданың бас бапкерге сенсең, команда бір ұтылып қалатын команда емес, бірақ құрам белгісіз. Құрам Каспийге қарағанда қаншалық деңгейде екенін айта алмаймын. Бірақ мен бұл матчта Каспийге сенемін. Каспий немесе ұтады, немесе тең нәтиже тіркейді бірінші матчта. Сырт алаңда. Атырау мен Ұлытау ойнайды. Атыраудың да құрамы КФФ лиг сайтында жоқ. Ұлытау командасына келетін болсақ, Ұлытау командасы биыл тағы бір жапон футболшысын қатарға қосты. Котаро Киши ойнаған өткен маусымда. Котаро Кишидің жанына тағы бір футболшы келді. Бұл Хироки Харада. Бұл да жапониялық жартылай қорғаушы, жасы 27-те, сол Котаро Киши екеуі біраз ойнайын деп тұр енді. Бұл матчта Ұлытау командасы сырт алаңда ұпай алу қаншалықты мүмкін. Атырауда әлі бапкер мысалы маусым басында толық шешілмеді. Чебуринге ұсыныс жасады бұл команда. Чемпионаттың басталуына 3 күн қалған кезде бапкер жоқ командада. Оны кім дайындайды? Осындай хаос. Командалар маусымға тыңғылықты дайын деп те айта алмаймын. Сондықтан да бұл матчта Ұлытау гол соғады дегенге бір сенім бар. Сырт алаңда Ұлытау гол соғады. Ал жалпы кім жеңетін өте қиын. Мысалы екеуі былтырғы маусымда сол премьер-лигадан ұшып кетейін деп таласқан командалар. Сондықтан да биыл маусымды Атырау қалай бастайды, Ұлытау қалай бастайды білмеймін. Енді Нұркен Мәзбаев Ұлытауды біраз ширататын сияқты. Командаға келген Харадасы бар, командаға келген Смит Ариагнер бар, шабуылшы. Қалай ойнайтындығын біз көріп жатармыз. Әзір мен ойымша Ұлытау бұл матчта гол соғады. Қайсар мен Жеңіс ойнайды. Міне бұл да осы 8 наурыздағы орталық ойын, Виктор Мозестің ойынын көргіміз келеді. Бұл матч қайда өтеді? Бұл матч Қайсар аренада өтеді. Яғни Қызылордада футбол мерекесі. Жеңіс келеді. Жеңіс биыл енді сөз жоқ, өте мықты күшейді. Командаға келген ойыншыларды айтатын болсам, бұл жерде Самсон Еде дейді, Лука Имнадзе, Александр Меркель, Марат Быстров сияқты ойыншыларды қосып алды. Жеңіс командасының бас бапкері Али Алиев. Али Алиев біздің футболды өте мықты білетін бапкер. Жеңіс биыл үздік бір бестікке таласады деп ойлаймын биылғы маусымда. Үздік үштік деген ауырша сияқты, бірақ үздік бестіктің қатарында біз Жеңісті көруіміз әбден мүмкін. Қайсар командасы бұл жерде енді Мозес ол өз алдына. Мозестен бөлек бұл командада трансфер жасады. Амир Мухаммед дейді, Балтикадан келген ойыншы бар. Адам Ковач, қақпашы. Никола Цуцкич, оқ жетпес. Және Томас Джонс дейді, шабуылшы. Чилилік Сағи Совет бұл командаға келген. Целым Қайсар биыл Виктор Мозестің келген қатты қуантады маған. Биыл біраз талас жүргізеді. Және осы матчта көп гол болады сияқты. Қайсар Жеңіс ойыны кәдімгідей футбол голдың бір ләкіл гол болатын сияқты. Кемінде 3 гол. Қайсарға да 3 ұпай алу мүмкіндігі бар. Жеңісте де 3 ұпай алу мүмкіндігі бар. Сонда да бірінші турда бұл жерде мен нақты мынау жеңеді деп айта алмаймын, бірақ көп гол осы матчта болатын сияқты. Астана Жетісу. Астананың кейбір ойыншылары әлі маусым бірінші турда ойнайды ойнамайды белгісіз. Әлібек Қасым, Дінмұхамед Қараман әлі ресми команда ойыншы ретінде таныстырылған жоқ. Команда кеше ғана Алекс Аманович сатып жіберді. Енді мысалы Астанадан кімдер кетті деген сұрақ туындайды сізден. Мен соны қазір тізбектеп айтып берейін. Астана командасынан Аманович, Камара, Элхан, Грипши, Кеңесов енді жарайды ол өзді Ақтөбеде ойнады. Шамко дейді. Жоқ, Шамко емес. Дритен Цамай, Чинеду Джеффри, Марат Быстров, Александр Марычкин тобылда. Эбон кетті, Чондрич дейді. Қарасаңыз, біраз футболшылар қатарда жоқ. Ахануну дос бапты, Қасым қарамады. Астана биыл енді чемпиондыққа таласа ма, таласпай ма, бұл қиын сұрақ. Жетісуды қабылдайды. Матч Астана аренада өтеді. Қайрат Нұрдәулетов жаттықтырады Жетісу командасын. Жетісудың да құрамы
бізде жоқ. Бірақ мен Жетісу командасының құрамы КФ лиг сайтында жоқ. Бірақ Нұрдәулетовтің командасы да биыл топ трансфер жасады деп айта алмаймыз. Мысалы, бұл командаға Цотне Мосяшвили Тобылдан келген, Йован Пайович келген Ұлытау командасынан, Степан Сикач кеп қосылды, қақпашы, Шохан Абзалов бар екен, Нади Жақпаев дейді, Серікжан Мужиков, осындай ақпараттар бұл жерде, Асхат Балтабеков. Қысқасы, Жетісу менің ойымша бұл матчты 3 ұпай алмаса да, бірақ тең нәтижеге тырмысып көруге болады. Астана былтыр құрам сақтап қалды. Марин бар, Кәрімов бар, Бартолец бар. Команда нашар деп айта алмаймыз енді. Бірақ Жетісу да бірінші турда тең нәтижеге ойнап қалу әбден мүмкін. Енді Қайрат Нұрдәулетовтің командасы Жетісу ылғи мықтылармен түсіп қалды бірінші алғашқы турда. Астанамен ойнайды Жетісу, одан кейін Тобылмен ойнайды. Одан кейін Қайрат. Астана, Тобыл, Қайрат. Жетісу 3 алпауытпен ойнайын деп тұр. Қайрат Нұрдәулет командасына өте қиын. Енді Астана командасымен тең нәтиже, ең ұтымды нәрсе тең нәтиже шығар. Астана бірақ өз алаңында Жетісуға 3 ұпай оңай бере салады деп, 1 ұпайдың өзін бере салады деп айта алмаймын. Сондықтан да бұл жерде де бір школдай болып қалатын шығар кемінде. Өйткені Астана аренада өзі болатын матчтар бірінші турда көп голдар соғылады. Қысқасы 8 матч. Бұл жерде бірінші тур болғаннан кейін әлі кейбір командалар сайтқа нақты толық құрам бермеген ресми. Кейбір командалар бапкерді әлі таппай жүр, кейбір командалар толық ойыншыларын жасақтай алмаған. Сондықтан да бірінші турда былай болады деп қолмен қойғандай Реал Барса сияқты айту қиын. Реал Барса жалпы топ 5 чемпион сияқты. Өйткені көп командалардың сайттар жұмыс істемейді ғой. Өздерінің сайттар жұмыс істемейді. Инстаграмды зорға жүргізетін кейбір командалар бар. Орысша жүргізіп, қазақша жүргізбейтін командалар бар. Қысқасы бір жүйеге әлі келген жоқпыз. Сондықтан да маусым қалай басылады көреміз, бірінші тур қалай басылатынын көреміз. Содан кейін жайлап командаларға толығырақ тоқталып, ойыншыларға жекелей тоқталып, толыққанды бағасын береміз. Сондықтан да мен сіздерге айтамын, 7-8 наурыз күндері уақыт тауып Қазақстан Премьер-лигасы ойындарын көріңіздер. Кеш қалмаңыздар, көріңіздер, жанкүйер болыңыздар. 16 команда биыл қызық болады, және жаңа легионерлердің ойыны қызық болады. Сосын егер көрмесеңіз, онда мен обзор жасаймын турдан кейін, сол обзорды көріңіз. Сол кезде кімнің қалай ойнағанын сізге жақсылап айтып беремін. Ал менің ойыммен келіспейтін жандар комментарийге өз командаларыңыздың ойынына қатысты болжамдарыңызды жазыңыздар. Келіссек келісейік, келіспесек келіспейік. Қысқасы менің ойым осы. Жаңа маусымнан жаңа нәтиже, жаңа жақсы голдар, жақсы ойындар күтемін. Ерспорт YouTube арнасын тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бұл Ерспорт ерсін еріппен. Бұл Ерспорт